Әлләзи ярака хина тақум. Сен әлгі түнгі намазға тұрған кезіңде, пайғамбарымыз түнде тахаджудта тұр ғой. Мысалы, Аллаху акбар деп намазға тұрған кезінде, сен намазда тұрған кезіңде, сен тәуекел еткен Алла саған қарап тұрады дейді. Мына нәрсені қарасаңызшы. Намаздың өзінде, қараңыз, намаздың өзіндегі байланыс. Мұсылман осыны түсіну керек біз. Сіз намазға тұрған кезде, ол сізді көреді. Не үшін жаңа намазда қимылдай беріп, қайта-қайта деген нәрселер. Тез-тез сәжде жасап жүр. Не? Әлемдердің Раббысы көріп тұр ғой. Өйткені намаз, ол тек онымен байланыс қой. Ол құр дәстүр емес қой. Ол құр рәсім емес қой. Бойынан түсіре салатын. Ол онымен байланыс қой. Қараңыз. Сен намазда тұрған кезіңде, ол сені көреді дейді. Қандай керемет. Ватақаллубака фи сажидин. Жалғыз тахаджуд оқып тұрған кезіңде де көреді сені. Сондай-ақ сен мұсылмандармен бірге жамағатпен намаз оқып жатқан кезіңде фи сажидин, әлгі сенімен бірге сәжде жасап жатқандардың ішінде тұрған кезіңде де қиямнан рукухқа, рукухтан сәждеге, мысалы дегендей, сәждеден жағы отырысқа ауысып атқан кездеріңді де көріп тұрады дейді. Олай болса, Алла сіз намазға кірген кезде басынан аяғына дейін қарайды екен ғой. Күллі қиям, рукух, қиям, сәжде. Ол осының бәрін көріп тұр, пайғамбар. Қарас, өзінің несін, жақындығын қалай түсіндіріп жатыр да? Жақындығын.